Ассалаумалейкум. Бүгін аңшылыққа келдік. Тазылармен өзеннің бойын аралаймыз. Алла қаласа. Нұрсұлтан ана жерде. Ана жерде Айбек. Кеттік ал. Ал, бисмилля. Өзеннің табанын аралаймыз екі жағын. Ұзыннан. Көптен бері видео шыққан жоқ. Қол тиген жоқ, жұмыс. Екі тазынап шықтық бүгін. Қоянның ізі болмайтын сияқты. Өйткені түннен жаңа таң атқанша қар жауды. Іздің бәрі өшіріліп қалды. Ізбен шығара алмаймыз. Қоян шығады деген жерлермен жортып отырамыз. Бір тазымның төбесіне камера қойып қойдым. Кел, Когарлан, кеш. Камераң не төмен қарқапты. Кел, тұр. Ауа райы тамаша. Қайттан екінші рет қар түсіп атқаны. Қардың бәрі еріп кеткен негізі. Дала кәдімгідей еріп, бұлшылдап, езіліп. Енді ғана міне қайттан қар түсіп, қар әйтпесе дымға қарғамаған тұғын. Қоянның іздері көрінбейді. Мына тазыға камера қойдым. Көреміз. Негізі бірақ мына қолтығының астын қажап тастайды екен, қып-қызыл қылып. Камераның өзінен қойып үйге көрген кезде дірілдеп қатты көрінбейді енді. Шамалы стабилизаторы нашарлау. Жақсы камера алсақ қоюға болады. Мына әзірше енді қызықтап қояйын дедім. Айбек анау жерде келетір. Екі тазым ғана қалды. Бір тазымды өкінішке орай машина қақып кетті. Бір тазым өліп қалды. Күшік тазым. Мынаның баласы. Күшік тазым өліп қалды. Жолдың үстінен екінші жақ бетіне бармақшы болғам. Сонымен тазы жолдың үстінде ойнақтап тұрып қалды. Сол екі ортада машина кеп газель. Негізі газель тоқтайтын мүмкіндігі бар тұғын. Көрді алыстан тазылар жолдың үстінде жүрген. Мен жолдың екінші жақ бетіне жүгіріп өттім да. Тазылар жүгіріп өтті, ана күшік тазы сүйер дискелеп жолдың үстінде тұрып қалды. Сол екі ортада негізі жүргізушілерге айтарым. Жолдың үстінде тазылар, иттер тұрса, тежегішті басқан дұрыс. Обалда. Өйткені бұл жануар ғой, қанша дегенмен білмейді, түсінбейді. Оның жанында бізде ақылымыз бар, есіміз бар. Мысалы, мал болса, сиыр болса, жылқы болса біз тоқтаймыз да. Иттер болса неге тоқтамаймыз? Иттердің құны жоқ, ол ит қой деген сияқты өте береміз. Сон мысық болса негіз тоқтау керек. Обал ғой. Онда мысалға менің өзімде жүгіртем деп отқан міне 1 жылға таям қабет. 10 айдай болды. 10-11 айға қарап баратқан, ендігі уже міне қоян алады деп отырған күшік тазым машине басып кетті.
Мына жерде кім танып тұр? Мына жерде кім танып тұр? Балалық шағын осы жерде кім өткізді? Бұл енді білетін адамдар болса, бала жезі дейді. Қарсақбай мен жезінің ортасында бала жезі деген жер бар. Мына жерде лагер болған, баяғыда Совет үкіметінде. Менің әкелерім лагерге келген осы жерде. Ана жерде судың бойына суға түсеттігіміз дейді. Әйді қара өзен болаттығын дейді. Қазір жай болып тартылып қалған судың бәрі. Міне мына жерде жаңағы үйдің нелердің орындары ғана қапты. Кәдімгі бала жезді, қаншама бала келген мұнда жаздың күн демалып. Тымық алмаған, су жоқ мына жерде. Судың бәрі тартылып бітті. Өткенде бір жерге барған кезде әкеммен балық аулауға бардым. Сол жаңағы мына жерде мықты жер бар деп сол жерге алып барды да. Барсақ ана жерде бір тамшы су қалмаған ғой. Тартылып қалған, кезінде түбі көрінбейтін қара кәдімгідей бұлақ болған дейді. Біз жақта жезінің маңы, жезді өзені бәрі тартылып жатыр. Судың бәрі қаяққа кетіп жатқан, қаяққа каштап жатқан. Әкем ана жерді көріп көзіне жас алып деп айтса да болады. Негізі таң қалып біраз. Кәдімгі бала кезімізде парад болаттығын сол жерде жаңағы парад болғанда майда, бірінші майда сол жерлерде жаңағы тойлайттығымыз дейді. Апталапқы дейді, жаңағындай машиналар менен нелер келеді. Қаншама тәттілер сатады, нелер сатады. Соларға кезекке тұрып алатынбыз дейді да, жаңағындай нелердің бәрін. Сөйткен бала жезді көріп, танып, біліп отқан кісілер болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Бұл жерді білем, менің жерім болғам деп. Міндетті түрде. Сол кісілерге бір сәлем. Міне қара. Қанша түсіп кеткен судың. Осыдан 7-8 жыл бұрын келгенде мына су мына жерге дейін тұрды, мынаның үстінен келіп секіретіміз. Судың төмендігін қара, қанша түсіп кеткен. Балық аулапты, тесіп-тесіп. Мыналардың ортасын байқамаса, бұлардың ортасында шошқа да бар. Кәдімгі қабан шошқалары бар. Көрген жігіттерді естідім. Тура осы жерден емес енді көрген, бірақ осы өзеннің бойында көрдім деп айтқан кісілерді естідім, шошқа бар деп. Сондықтан осы жерлерде де болуы мүмкін. Қабан шошқа. Сондықтан байқау керек, кездесіп қалып қабан шошқадан.
Ненің орны? Кім біледі? Кәдімгі аузы бар. Жердің астынан. Қойма ма бірдеңе ой деймін. Салқын қойма. Жаздың күні азық түліктерін сақтаған бірдеңе ой деймін. Ой, тамаша, мынандай табиғат. Қар жауып тұр. Қасында тазылар. Мынандай табиғатпен. Кімге осындай демалыс ұнайды? Жазып кетіңіздер астына. Қалай сіздер өздеріңіздің хоббиларыңыз кім қалай демалады? Тазымен аңшылық. Біреу атқа мінеді. Алла қаласа болашақта ат аламыз. Енді көбісі айтып жатады, тазылармен шыққаннан кейін мылтықтың керегіне деп. Енді маған өзіме мылтық атқан ұнайды. Мылтықпен аңшылыққа шыққан ұнайды. Бірақ тазылармен де тазылардың жүгіргені, тазыларға қоянды алдырғаны, ол енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Тамаша тазылармен демалған. Сондықтан екеуін қосып, қоян алыстан шығатын болса, тазыларды айтақтатам. Кейде жақыннан шықса, атқым келсе атам, кейде тазыларға берем, солар алсын деп. Бұйырған енді әртүрлі. Бірақ негізі мылтығымды тастағым келмейді. Бұл да ер жігіттің қазынасы мылтық. Берем мылтық деп айтады ғой. Сондықтан мылтығымды осылай асып жүрем. Кейбір кісілер енді мылтықпен тазынымен бірге болмайды деп айтып жатады. Сол кісілерге түсіндіріп айтып жатқаным ғой. Бүгін рахаттанып келе жатырмын. Ерекше рахаттанып, ерекше тамаша демалып келе жатырмын. Сосын айта кететін жағдай, каналымды бәріңіз қолдап, комментарий жазып, лайк басып, бәрі тіркеліп атқанына Алла разы болсын. Барлықтарыңызға ұнап жақсы пікірлер жазып жатыр. Енді бәріне жауап беретін мүмкіндігім болмай жатыр. Алла қаласа жауап берем. Қазір клавиатурамның бірнеше кнопкалар істемей қалды. Сондықтан клавиатура сатып алғасын жауап берем. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Ауыл жаққа барамыз ма? Тазыларым қалмай қалды. Айналып келіңдер, анау жермен. Көкарлан. Нәйді? Далада қалсаңыздар, мынандай жерде паналауға болады. Мына жерге от жағып, ар жағына
жатса тамаша жер. Bismillah. Қар ұрып кетті. Тазылар анау жақта жүр. Із қуып жүр. Мана түлкінің ізін. Қар жақсы жауып отыр. Камерамның батареяларын айырбастап алдым. Ал кеттік. Алмағаштың гүлінде яй, текеметтің төрінде яй, өттіп дәурен бара жатыр, сіз бен бізге көрінбей яй. Oldu, şaşırdı. Koyan кездеспеді, болды. Шешінеміз де, айт. Бұларлан. Көтеректі болды. Камераңда өзіңе қоянда жұқтым да жұқты. Қолтығын астарын көрдің бі? Әйелер қызарып болады. Қып-қызыл болып тұр мені. Болды. Бүкіл камерамның батареялары отырды. Красный видишь? Ne koyun? Almağaçtın gülünde yay, tekemetin töründe yay, ötüp dövden baraşatır, sizden bizge belinde yay. Şey bak koydu varacak şimdi. Ben de şey kaynayıverin. О, что ayağında мощных koysun. Arasında şaşlık tamam başa oldu. Dala қараңғы батты, үйге қайтамыз.
тамаққа тойып алдық. Демалдық, тамаша демалыс болды. Бейбек шашынып қалды. Сол, жақсы демалдық, қоя кездескен жоқ. Кездескен қоя жібермейді әйтпесе. Бәрі көшке орай кездеспеді. Ассалаумағалейкум.